Bursa, Türkiye'nin soltүстүк батысындағы ең үлкен қалалардың бірі. Ассалаумағалейкум достар, біздер ең тарихтағы, ең таза қала Кемишир, яғни Бурса büyük şehirine келдік. Бурса қаласы. Қазір Бурса Отогар, яғни автовокзалындамыз. Бурса үлкен қалаларының біріне жатады. Стамбул, Анкара, İzmir'ден кейінгі ең үлкен 4-ші қалаларының бірі. Бурса қаласы Бурса облысының орталығына жатады. Бурса қаласына біз түнде кіріп келдік, сонымен қатар аралайтын боламыз. Қандай жаңалықтар бар, плюс және минус жақтарын айтатын боламыз. Бірақ естуімізше, түрік достарымыздың айтуы бойынша, Бурса қаласы бұл Түркия мемлекетінің ең таза қалаларының бірі дейді. Көреміз. Бұл үлкен ғимарат 5 қабаттық сағаты Бурса қаласының символы болып табылады. Бурса қаласының басқа қалалармен салыстырған кездегі Отогары, яғни автовокзалы өте кең екен. Кіріп шығатын қаншама есіктері бар, өте үлкен екен. Яғни автобустарды қоятын жері өте кең екен. Қарасаңыздар болады. Мен қазір ортасын ғана көрсетіп жатырмын. Яғни мынадан ары бетінде дәл осындай бар. Сонымен қатар мына беттегінің арғы бетінде де дәл осындай Отогар билет сататын жерлер бар. Адамдар күтетін жерлер бар. Сыртында жаңағыдай автобустар тұратын жерде өте үлкен екен. Мынау қайда жүретін баратын таблица, кестесі. Бурса қаласының жер аумағы 1036 км квадрат. Бурсаның плюс жағы 24 сағатта автовокзалдан жүретін автобустар бар. Таксимен жүруге де болатын еді, алайда сіздер үшін қызықты мәлімет болған үшін мен де автобусқа мініп қалаға бара жатырмын. Климаты субтропикалық, ресми тілі түрік тілі. Бурсаға өте кеш келуімізге байланысты түнгі бірден қаланың, яғни орталығына келдік. Кент мейданы деп аталынатын осындай тыныш қала сияқты. Орталықтарында, яғни қонақ үйлер көп сияқты. Қонақ үйлер, мына жақта да сондай. Мына жерде отелдер, қонақ үй, отель, қонақ үй. Түн болғаннан кейін, мысалы үшін, мынау метролар жұмыс жасамай тұр. Тоқтап тұр метролар. Кент майданы деген мынау болып тұр. Біздегідей сауда орталықтары, жас балалар ойнайтын жерлер болып тұр ғой. Мына жерде кент майданы деген жерден арқадан билет алатын жерлер болып тұр. Түрік балалармен билет аластық. Дәудер осы балалармен кетіп бара жатыр. Шынымен де адамдар өте ақкөңіл, жақсы адамдар екен. Өтініш жасап бір-екі нәрсені сұрағаннан кейін менімен жүріп, жұмыстарын қойып, біраз жол жүріп келді. Алла разы болсын. Яғни ол қай жерлік сұрамадым, бірақ осы Бурсада осындай жақсы игі бастамалар болды. Өте керемет, қуанышты. Мына жерде автобустарды күтетін жерлер, яғни осы жерде автобустар күтеді. Бұрынғы аты Пруса, яғни Бурса. Түркше қаланы Ешіл Бурса, яғни жасыл Бурса деп те атайды. Сонымен қатар бұл жерде қонақ үйлердің бағасы әртүрлі. Қонақ үйлерді сөйлесу барысында, білмеймін, Түркияның барлық қалалар үлкен кіші бағалар бірдей ме, келісіп алған ба, бағалар бірдей. Мысалы үшін Балқесирде ең қымбаты 1600 лира, яғни телі. Бұл жерден сұрау барысында бұл өте үлкен, сонымен қатар қымбаттау көрінгенмен, яғни 1500 лира бұл жерде жатуға болады екен. Басқа жерде, мысалы Стамбулдарда 700 мыңға дейін табуға болады. Әртүрлі отелдер өз жағдайына қарай әртүрлі бөлінуде. Бурса қаласындағы салық басқармасы өте күшті жұмыс жасайды. Бурса қаласында халық саны 3 миллионнан асады. 2000 жылғы санақ бойынша тұрғындары 1 миллион 200-ден адам асқан. Халықтың саны негізінен түріктер құрайды. 20 ғасырдың басына дейін бұл жерде юнан тілі басымырақ болған. Алайда тарихы 395 жылдан 1326 жылға дейін Византия империясына бағынған. 1326 жылы
бұл жерде Осман халифаты басып алған 1326-1365 жыл жас Осман мемлекеттің астанасы болған. 1919-22 жылдарда Юнан әскерімен 1920 жылдың жазында жауланған. 1922 жылдың соңына Түркияға кері өткен. 1922 жылдан Түркияның құрамында ең әдемі қалалардың бірі бұл Бурса. Бурса елдің солтүстік батысында Стамбулдан оңтүстікке қарай 154 километр жерде орналасқан үлкен қаласы. Мегаполис 10.000 шаршы метрден астам аумақты алып жатыр. Бурса қаласы біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші ғасырда құрылды. Битинияның тарихи аймағында және тез дамып келе жатқан мегаполиске айналды. Бұл гүлденуге көптеген жолдар мен әйгілі жібек жолының өтуі ықпал етті. 14-ші ғасырға дейін мұнда византиялық билік жүргізді. Futbol görüp жатырбыз жолдың бойында. Siz mi aldınız geçen sene? Yok lan. 8 senedir bunu da alamıyoruz. 8 sene oldu değil mi? Ben böyle şaşırdım ama. Geçen sene şey aldı. Nedir adı? Bunlar aldı. Түркиядағы 4-ші қаласы Бурса. Ол Улудağ тауының етегінде Мармара теңізінің оңтүстік жағалауынан 28 километр жерде орналасқан. Осындай әдемі қаланы византиялықтар басқарған. Оларды кейінірек салжұқтар ығыстырып, Бурсаны Осман империясының астанасына айналдырды. Көп ұзамай Осман империясының астанасы Эдирне қаласына көшірілгеніне қарамастан, қала ірі сауда және мәдени орталық ретіндегі маңызын жоғалтпады. Бүгінде Бурса Түркияның сауда-экономикалық саласында маңызды рөл атқарады. Метрополия өзінің бай тарихының арқасында әртүрлі ескерткіштер мен ежелгі нысандармен таңғалдырады. Мұнда талғампаз саяхатшылар келетін жерлермен танысу үшін Бурса қаласында не көруге болатынын және оның көрікті жерлері туралы толығырақ қарастырамыз. Бурса қаласынан 30 километр қашықтықта орналасқан әлемге әйгілі Улудağ тауы бар. Келіп көрсеңіздер болады. Сонымен қатар Бурсада тікелей ұшу рейсі болмауына байланысты Стамбул қаласына автобуспен барып, сосын өзге қалаға ұшуды жөн санадық. Сіздерге қызмет жасаған Алишер Сапарбекұлы, ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.